Қай уақыттан бастап жиналады адамдар? Күндіз де отыра салады, пиіп ішіп, арақ ішіп. Кешке таман да отырады. Мен қайта мен жерден бұны председатель болғасын не етемін, қорқып қазір келмейді. Мен камера қойдым дегесін келмей жүр. Самом деле бұл жерге келмейтін адамдар жоқ. Ар жақтағы үйлерде тоже. Балдар школға барғанда әжесі барлығы күтіп жүреді. Когда можно было автобустан түсе салып, можно үйлеріне бара салуға. Анаяқтағы үйлер деген вообще страшно. Олар үйлерін алғасын бұзып кету керек қой. Біздің жақта тоғы 44-ші үйден серіктерін сындырып кетті, қалғандар сындырған жоқ. Бәрі осылай тұр қақшы. Білмеймін не істейтіндерін. Алдында осы Алматының СП-дағы Алматинский адамдар келіп қарады, сындырамыз деп. Оған бізде дачада 1, 2, 3 үй бұзбады. Сосын олар бұзбай кетіп қалды. Енді жазда сындырамыз деп жоқ. Мен қазір енді тапсырдым Ақтолқын деген адамға. Председатель. Потому что мен де жасым келді уже. Каждый больница система деген сияқты. Но бірақ мына сынған үйлерді құрту керек қой, білмеймін не істейтіндер. Келіп қарап жүргендер бар ма? Қой ешкім деген жоқ. Айтып отырмын ғой, былтыр келді. Қай деп айтсам екен? Мартта ма, ұмытып қалып тұрмын. Сол уақытта бір келіп, бір ер бала, мен балдарымдай балдар, сосын жаңағы машинамен тасып, бүкіл ненің бәрін көрсеттім, ана бастан бастап сынған үйлерді. Бұл аумақта қанша үй бар? Сіз шамамен? Қазір мен 10 шақтыдан аз, бірінші үй, 2, 4, 10 шақтыдан асады. Мен ұмытып қалып тұрмын, менде жазу отыр қағазда. Енді адамдар тұрғасын, мынандай, мынау не, мынау шөп. Алатын адам алып, жерін сатып, бірнәсеге болады ғой. Иелері сонда жартылай бұзып кетті ма? Жартылай бұзғанда тек өздерінің керек заттарын алды да, үстерін жаңа профилистерін, ағаштарын алды, қалғаны қалды. Вообще оның бәрін бұзып кету керек қой алған адамдар. Үйлерін алғасын тайды, мұндағы адамдар нағылсаңдар олғандар. Мынау не мынау, адам көргісі. Қайта мына жерден өткесін ба көбісіне дейді, ана магазин жақтағылар деген балдарын школдан алып барады, алып келеді. Қорқады, потому что жиналып арақ ішеді. Біз милиция шақырып, неше рет уже тасыдық. Жаңағы тапсырдық. Әйел демейді, еркек демейді, бәрі жиналып арақ ішеді. Бұл жақтағы маңдардың көбісі балдар школға барады ғой. Үлкен адамдарға келген, мамалар, папалар жұмыста. Қалай болғанда да бұзу керек ғой бұл үйлерді. Қорқамыз, шығалмаймыз. Мансыз қалсақ бармаймыз, отырамыз осылай. Мына жақтағылар деген вообще бүйтіп қаңырап тұр. Көбісі қайта тоқтарын қимай кеткен, газдарын қимай кеткен. Сол айнала айқайлап. Білмеймін, енді председатель бар, бір нәрсе қылмаса, білмеймін. Мен өзім кезінде бардым. Ішіне кіріп балалар ойнамай ма? Ойнайды ғой, ойнайды. Не жерде футбол ойнады, не ойнады. Мен қол жегесін қазір қойды. Ана жердегі балдар қазір футбол ойнап жүр, ана жердегі үйде. Ол жерге енді балдар точно футбол ойнайды. Мен баяғыда СП-ға барып жүргенде не жазып кеттім? Балдарға бір ойын беретін бір орын беш деп. О да жөнінде қалды. Бәрін айтып атыр қой, жүріп атыр. Светті қалаға тапсырақ деп, трансформатор алдық. Ешқайда шыға алмаймын, балдарға звондаймын. Келе жатсаңдар, маған нан әкеліп беріңдер, сүтімді әкеліп беріңдер. Күндіз енді барып келеміз. Енді күндіз көбінесе, күн ысы болғасы көбінесе шыға алмаймын біздер. Потому что давление бар деген сияқты. Мына сынған үйлерді құрту керек. Біздің көшеде осы бір үй, келесі көшелерде көп. Үшеу, төртеу, не көрдіңіз бе? Ананың ішіне кіріп жатыр бұлар. Мынаны бастап кім бұзып кетті? Бұны әркім алды ғой, материалын сатқан шығар. Өздері ме? Дұрыс қой, сатады. Мына жерде жол қойып алған көрдіңдер. Осы жағынан керек, біздерден тағылады, біздер айқайлаймыз. Содан қай жерде? Осы жерде отыра ма? Иә, мына бутылкалерді жүріп атшы. Свежий екен. Жаман не болып кетті, қорқынышты балдарға. Нешеден бастап жиналады адамдар? Қазір кешке қарай уже түс қайта бастайды олар.
келіп бастарын жазады, отырады, сосын раньше ұйықтайды. Қай уақытта басталды ол? Уже 3-4 ай болды. 3-4 айдан бері осындай біздер сол председателіміз айтам, үкіметке айтам барып деді ғой, әкімге. Қалалық әкімге айтады, ол не бұзыңыз деп тездетіп. Сосын уже мусор лақтырып жатыр адамдардың бәрі. Мына жер енді ертең мусордан көрінбей кетеді. Әне қарашы. Сіз көрші тұрады екенсіз? Көршімін міне мына келесі үй. Тым жақсы еді, суға кетіп қор болды. Үй берді енді ол адамдарға. Бірақ мынау жаман енді. Балдарға қорқынышты. Мына жерден оқушылар өтеді, жаздай каникул болды. Сол бізге үкіметте осыны бұзып тегістеп берсе екен. Полиция шақырған кездеріңіз болды ма? Болды. Председатель шақырды. Қазір айтады саған. Шақырды. Участковый. Өзіміздің участковый келіп. Аналарды қуысы береді, ертеңіне қайтып келеді. Бұл жерде тұрмайтын адамдар ма олар? Тұрмайды. Осы дачаның адамдар ғой, білмеймін, үйі бар ма, үйі жоқ па олардан олай сөйлесті. Арақ ішеді, келіп жиналады. Әне тастары бар, отыратын жерлері.